Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Біз мектепалды даярлықтың заманауи әдістемелері пәні бойынша дамытушы орта кеңістігі тақырыбындағы лекциямызды бастаймыз. Дамытушы орта қалыптастыру қағидалары, кеңістіктік заттық дамытушы ортаны құру, пәндік дамытушы орта ұғымдарына байланысты сөз етеміз. Жалпы дамытушы заттық орта бұл баланың, яғни бала іс-әрекетінің рухани және физикалық бейнесін дамытудың мазмұнын функционалды түрде модельдейтін формальдық объектілердің жүйесі деген анықтама беріледі. Ал енді дамытушы ортаның іс-әрекетіндегі түрліше жүйелердің бірі бұл байытылған орта. Байытылған орта дегеніміз баланың сан алуан іс-әрекеттердің қамтамасыз ететін әлеуметтік және табиғи құралдардың бірлігі. Бұл ортаның негізгі элементтеріне архитектуралық, ландшафттық және табиғи экологиялық объектілер, көркемдік студиялар, ойын, спорттық алаңдар және олардың жабдықтары, ірі габаритті, баланың бойына мөлшерлес масштабты конструкторлар, ойыншықтардың, құралдардың тақырыптық жинақтары, оқыту мен тәрбиелеудің аудиовизуалды және ақпараттық құралдары жатады. Дамытушы заттық орта бұл білім беру мекемелерінің әртүрлі типтерінде, яслиде, балабақшада, балалардың бос уақыттарын өткізу орталықтарында және сол сияқты түрліше дамыту орталықтары дамуында ауытқуы бар балалардың реабилитациялық мекемелерінде өзіндік ерекшеліктерге ие болады. Балалар мекемелерінің құрылысын салуды жобалағанда студиялар, шеберханалар, тірі бұрыш, компьютерлік кешендер және сол сияқты орындарды қарастыру қажет. Олар ғимараттың ішінде де, даладағы алаңдарда да бала іс-әрекетіне қажетті барлық жабдықтармен, ойын және спорттық алаңдармен, көгалдандырылған аулалармен толық қамтамасыз етілген болуы тиіс. Балалар сұлулық әлемінде, яғни ойын, ертегі, ән, сурет, қиял және шығармашылық әлемінде өмір сүру керек. Бұл әлем баланы қоршап алуы қажет деп белгілі ғалым Сухомлинский айтқандай, мектепке дейінгі жастағы балалардың қалыпты дамып жетілуі үшін қажетті дамытушы ортаны қалыптастыру керек. Дамытушы орта баланың өзіне деген сенімділігін арттыруға, оны бойына сіңіруіне септігін тигізеді. Мектеп жасына дейінгі балаға өз қабілеттерін сезіну және оны қолдануға мүмкіндік беру, өз қабілетін шығармашылық шешімдер қабылдай алу дағдыларын дамытуға мүмкіндік жасаған жөн. Мектепке дейінгі балалардың тұлғасының дамуының негізгі құралдарының бірі орта. Орта баланың жаңа білім мен әлеуметтік тәжірибесінің көзі. Мектепке дейінгі ұйымдардағы заттық кеңістіктегі орта мектепке дейінгі баланың белсенділігі ғана емес, өздігімен әрекетін, өздігінен білім алуын қамтамасыз ететін. Ересектер баланы өнерге баулығанда жеке тұлғаның эстетикалық және өнегелік жағынан дамуына, оның ізгіленіп, өнерден бірлесіп ләззат алуына жағдай жасайды. Заманауи философтар орта деген сөздің мағынасын жеке мінез-құлықпен қоршаған ортаның тығыз байланысының системасы деген тұрғыда қалыптастыруда. Дамытушы, тәрбиелеуші ортада сәби жеке тұлға ретінде қалыптасады және бұл қалыптасу социумның модулі болып табылады. Вариативті компонент ұйымдастырылған оқу қызметтерінің бөлімі ретінде жоғары білікті мамандармен мектеп жасына дейінгі балалар қызметтерінің оқу жүктемесінің шекті деңгейінен асырмай күннің екінші жартысында ұйымдастырылады. Мектепке дейінгі ұйымның жасалған жағдайы әрбір баланың жақсы бейімделуіне және дамуына қажетті білім, білік және дағдыларды игеруіне жәрдемдеседі. Бүгінгі таңда мектепке дейінгі ұйымдарда дамытушы ортаны құру арқылы балаларды тәрбиелеу мен оқытуда
отандық педагогика және психологияның бай тәжірибесі жинақталған. Мектепке дейінгі және ерте жастағы балалар үшін дидактикалық құралдар және дамытушы ойыншықтар жүйесі қаралған. Балалар бақшасында ұйымдастырылған дамытушы орта әр топтағы балаға тұлғаның қандай да бір қасиетін еленуге, жан-жақты дамуына теңдей мүмкіндік береді. Дамытушы орта бұл баланың мақсатын және міндеттерін шешетін ізденіс алаңы. Балабақшада білім беру және заттық іс-әрекет ортасы ынталандыратын, өзіндік практикалық және бес білім саласының мазмұнына жауап беруі тиіс. Ортаның мәні маңызды, өйткені ол баланың табиғи қасиетін табуға, жеке тұлғаны қалыптастыруға, баланың дамуына әсер ететіндей құрал болып табылады. Заттық дамытушы кеңістік ортаға төмендегідей талаптар қойылады. Бұл заттық кеңістік дамытушы орта толық мазмұнды, өзгермелі, көп атқарымды, вариативті, қолжетімді және қауіпсіз болуы керек. Дамыту ортасы деп пайдалы ұйымдастырылған, әртүрлі материалдармен толықтырылған, арнайы жабдықталған жайлы жағдай деп түсіну қажет. Мұндай ортада балалар барлық топта танымдық шығармашылық іс-әрекетке бір уақытта белсене араластыруға болады. Дамыту ортасын құра отырып, біз топтардағы балалардың ерекшеліктерін ескереміз. Дамытушы орта жобасы мектепке дейінгі білім беру жүйесінің әлеуметтік сұранысын ескере отырып жасалады. Қарастырылып отырған сатыдағы мемлекеттік стандарттарға сүйенеді. Аймақтық, ұлттық, мәдени климаттық жағдайларға қарай нақтыланады. Орта оның тұлғаға тәрбиеленушілік, оқытушылық, дамытушылық және баланың іс-әрекетіне әсері тұрғысынан қарастырылады. Мектепке дейінгі мекемелерді аттестациялау мен аккредитациялағанда даму ортасын бағалай отырып, сараптау комиссиясы мектепке дейінгі мекемедегі материалдық техникалық және балалардың медициналық әлеуметтік жағдайларын бағалау критерийлеріне сүйенеді. Критерийлер екі блокқа бөлінген. Бірінші блок 3 жасқа дейінгі бала үшін дамытушы ортаны бағалау критерийлерін құрайды. Екінші блок 3 жастан 7 жасқа дейінгі бала үшін дамытушы ортаның критерийлерін қамтиды. Бұл ерте жастағы балалардың жас ерекшеліктерімен байланысты қарастырылған мәселелер. Адамның тұлғалық дамуының бастауы, соның ішінде танымдық іс-әрекеттерінің негіздері туғаннан 3 жасқа дейінгі аралықта қалыптасады деген ғалымдардың баланың физиологиялық, психикалық дамуына қатысты айтқан ой тұжырымдары негіз болады. Мектеп алды даярлық бағдарламасын жүзеге асыру үшін дамытушы білім орта келесі ұстанымдарды ескере отырып құрылады. Біріншіден, түрлі тақырыптық материалдар мен құралдарды және тәрбиеленушілердің заттық ортамен өзара әрекеттесуіндегі белсендігін қарастыратын ақпараттылығы. Білім беру ұйымының түрімен, тәрбиелеу мазмұнымен, мәдени және көркем дәстүрлерімен, климаттық, географиялық ерекшеліктерімен анықталатын вариативтілігі. Барлық тәрбиелеу оқыту үдерісінің құрамдас бөлімдерін және түрлі кеңістік заттық дамытушы ортаның құрамдас бөлімдерін қолдану мүмкіндігін қамтамасыз етуді қарастыратын көп функционалдылығы. Кеңістік заттық дамытушы ортаны толықтырудың қажеттілігі мен жеткіліктілігін, сондай-ақ тәрбиеленушілердің өз ойларын білдіру мүмкіндігін, әрбір баланың жақсы көңіл күйі мен жеке қолайлығын қарастыруға мүмкіндік беретін педагогикалық мақсатқа сәйкестігі. Кеңістік заттық дамытушы ортаның өзгеру мүмкіндігін қарастырған, оны толықтыратындай, қамтамасыз ететін, жағдайға байланысты кеңістіктің сол немесе әлдебір басқа функциясын алдыңғы жоспарға қоюға мүмкіндік беретін түрленушілігі де әсер етеді. Заттық кеңістік дамытушы ортаны құруда гендерлік тәсілдемені есепке алып,
Қыздарға және ұлдарға арналған ойыншықтар, материалдар және арнайы заттармен жабдықталуы тиіс. Ол білім беру салаларын біріктіру принципі есебінен құрылады. Дамытушы ортаны құруда кеңістік заттық дамытушы ортаны қыздар мен ұлдарға арналған ерекше материалдармен қамтамасыз ету қажеттілігі ескеріледі. Кеңістік заттық дамытушы ортаны құруда білім беру салаларын кіріктіру ұстанымдары да ескеріледі. Білім берудің бір саласына арналған материалдар мен құралдарды басқа білім беру салаларына іске асыруда қолдануға болады. Мектепке дейінгі білім беру деңгейіндегі баланың қимыл белсендігін белсендіру мақсатында құралдарды таңдау дамытушы тапсырмаларды көбірек шешуге мүмкіндік беретін баланың әрекеттері түрлерінде іске асырылады. Құралдарды таңдау негізгі білім беру бағдарламасын іске асыруда балалармен жұмыс істеудің негізгі және жетекші әрекет түрі ретінде ойын арқылы жүзеге асырылады. Өнімді әрекетке арналған құралдар қатарында бейнелеу әрекетіне арналған құралдар жиынтығына сурет салу, мүсіндеу және жапсыруға арналған материалдар жатады. Сондай-ақ құрастыруға арналған құралдарға құрылыс материалдары, әртүрлі құрастыру бөлшектері, түрлі түсті және әртүрлі фактурадағы қағаздар, сондай-ақ табиғи және қалдық материалдар жатады. Келесі бұл танымдық зерттеу әрекетіне арналған құралдар. Мұндай құралдарға шынайы әрекетте зерттеуге арналған нысандар мен бейнелі символикалық материалдар, шынайы уақытқа зерттеу үшін нысандарға қатысты сенсорлық дамытуға арналған түрлі материалдар жатады. Материалдардың осы топтарына іс-әрекет барысында балалардың осы материалдардың алуан түрлі қасиеттерімен танысуға және оларды ретке келтірудің түрлі тәсілдерін үйренуге мүмкіндік беретін табиғи нысандар кіреді. Келесі қимыл белсенділігіне арналған материалдар мен құралдар. Бұлардың қатарында жүру, жүгіру мен тепе-теңдікті сақтауға, секіру, лақтыру мен қағып алуға, еңбектеу мен өрмелеуге, жалпы дамытушы жаттығуларға арналған құралдар жатады.